Армысыз көрермен, эфирде ақындар антологиясы, ақын дәуір айнасы, қоғамдағы тыныс тіршіліктің айқын барометрі, елмен бірге емірене алатын ерекше жаратылыс иелері. Бүгінгі ақындар антологиясының кезекті кейіпкері, шығармашылыққа шектеу қоймайтын дарынды, талантты жан Әли Тұрсәлімнің шығармашылығына арналады. Әли, қош көрдік. Енді бүгінде шығармашылық өлкесінде өзіндік талғамы бар талантты жандардың қатарындасыз. Шығармашылыққа шектеу қоймайтын жандардың қатарындасыз. Енді өзіңізге алғашқы сауалымызды қойсақ, жалпы ақындық өлкеге, ақындық өнерге деген алғашқы қызығушылығыңыз қалай басталды? Бұл жолды таңдауыңызға не себеп болды? Өзіңізден білсек. Жақсы, алдымен шақырғандарыңызға баршаңызға көп рахмет. Енді бұның өзі үлкен іс. Бұл Абай облысында жалпы өте керекті істердің бірі деп ойлаймын. Ал енді жалпы мен өзімді бір ақынмын деп бір беделді тұлға ретінде санамаймын біріншіден, және ақындыққа жақынмын деп қысқаша ғана қайырып қоямын. Ал негізінен айтатын болсақ, бұл ақын деген дүние кішкентай кезімнен бастап бір өлең шығарып, бір жарыстарға мөлдір сана, жалпы бұл ұлан деген жасөспірімдердің бір бұрыннан келе жатқан газет бір сол жаққа жолдап тұратынбыз. Кейіннен Алматыдағы Абай атындағы мектеп бар, тіл мен әдебиет тереңдете оқытатын. Сол жаққа барған кезде барлық бала өте қырлы, сыр елінен келген Қызылорданың балалары бар, Шымкенттен келген оңтүстіктің балалары бар, әртүрлі бәрі мықты өлең шығарады. Енді олардың арасында қалып кетпеу керек. Бір шетінен Абай облысынан келді деген атақ бар. Солардың арасында жүріп, бұрыннан келіп жатқан істердің барлығын жаңғыртып, ары қарай өлеңдеріміз жаза кеттік. Сол балалармен бірге үзеңгілес болып, өлеңдеріміз ары қарай мықты болып шыға берді. Тамаша, енді өзіңізге тағы да сауалымызды қойсақ, жалпы алғашқы туындыңыз есіңізде ме? Әрбір жанның бастапқы бастамасында шығармашылығына тікелей себепші болатын ол алғашқы туындысы өзіне ыстық болып келеді. Өзіңізден білсек. Бұл өлеңде ең алғаш мен жазғаннан кейін ол бір бұрышта қалып қалған жоқ. Оны бірден сол шамасы қателеспесем Аягөз ауданының Мөлдір сана деген газет баспасына шықты. Бұл өлең біреулер махаббатқа, біреулер басқа арнап жатса, біздікі тәуелсіздік тұғырым деген бір өлең болған. Ең соңында жыр арнайды, тәуелсіздік үшін шығыстың бір баласы деп аяқталады. Осындай бір рухты өлеңмен басталғаннан кейін әлі де сол рухтың қайтпас күші бар деп ойлаймын. Тамаша, енді айтады ғой, ұстазы жақсының ұстамы жақсы деп. Ұстаздың үйрететіні көп, тәлімі көп, иә? Енді осы бағытта шығармашылық өлкесінде сіздің қанаттануыңызға, сіздің арғарта жетілуіңізге өз септігін тигізген ұстазыңыз жайлы баяндап өтсеңіз, иә? Жалпы бұл жерде әртүрлі ұстаздардан тәлім алдық. Оның жартысы көбінесе ағаларым болады. Сол мектепте оқып жүргенде, мысалы мен 8-ші сынып оқып жүрсем, 11-ші сыныптағы келіп ағаларымыз барлығымыз бірге, интернет болған ұялы телефон болмайды, әрқайсымыз өлең оқып солай қызықты болатын. Сол кезде мысалы Жалғас Қазыбек, Шәміл Тимурланұлы, тіпті сыныптасым Ерасыл Сейітжанұлы деген оқушылар болды. Бұл кісілермен бәріміз бірге өлең шығарып жүрдік те, Аягөз қаласына келгеннен кейін Аягөздің ардагер ақыны Рыскүл Төкенқызы деген ұстаз өзі менің маңдайыма бақ болып өткен екен. Осылайша екі жұлдыз екі жақтан қосылып, керемет бір туындылар қазірде жалғасын тауып шығып жатыр. Тамаша, енді бүгінде біршама бастамаларды қолға алып жатырсыздар, иә? Өздеріңіз бірігіп ашқан, иә? Сіздің бастамаңызбен ашылған шешендік өнер үйірмесінде жұмыс жасауда. Бұл бағытта жылжуыңызға не себеп болды? Әрине, кейде айтып жатады, ақынға қара сөзден қарағанда тармақтаған оңай деп. Бірақ менің ойымша бұл дұрыс емес пікір деп ойлаймын. Ол адамның өзіне байланысты. Бұрынғы бабаларымызды қарасақ, мысалы Майқы биді қарасаңыз, Дулат ақынды қарасаңыз, біздің Абай облысынан шығып жатқан бұл кісілердің өзі де әр сөзін тармақтап тұрып жеткізген кезде керемет рух алған. Демек біз бүгін не тармақтаймын, не шешен сөйлеймін, не қара сөзбен сөйлеймін, оны бөліп қарастыруға болмайды. Бәрін арасында араластырып сөйлеген кезде, енді кешегі бабаларымыз, ата бабаларымыздың өздері қалай сөйледі, бізге де бүгін сол іспен айналысқан жөн болады. Тамаша, енді әрбір ақынның жүрегіне жақын тақырыптары болады, иә? Әркім өзінше жырлайды. Енді қоғамда болып жатқан көкейкесті мәселені жеткізуге тырысады. Өзіңізден білсек, қандай тақырыптарда қалам тербегенді ұнатасыз, қандай жанрлар жүрегіңізге жақын болып келеді? Бұл жанрларда
кейде адамның бойы өседі, санасы өседі деген сияқты ғой. Жанрларда адаммен бірге өсе береді. Мысалы 8-ші 9-ші сыныпта кішкене романтикаға байланысты өлеңдер шыға бастаса, 10-ші 11-ші сыныпқа қарай келген кезде мынау біздің Аягөзден шыққан тағы Ринат Зайытов деген бір мықты ақын бар. Сол кісіге қарай еліктеу барысында ел мен жерді бәлкім менің жырлайтын уақытым келді дегендей өзімізше үн қосып жатырмыз. Енді ол кімге қалай жетіп жатқанын, бірақ бәлкім бұл бастамалар кейін бір жерге нәтиже болып шығатын сияқты. Тамаша. Олай болса, сіздің шығармашылығыңыздан рухты өлеңді көпшілікке таныстырсақ, көпшілікке ұсынсақ. Жақсы, қазір сіздерге Семейім деген бір өлеңді оқып берсем. Тамаша, бұл Семейім деген өлең жалпы кезіндегі ядродан қаншама біздің зиялылардың көбі әлі де зардабын шегіп келе жатқан жастар бар. Сонымен қоса біздің құндылықтардың қаншамасы осы зардаптың кесірінен өліп кетті десек болады. Енді соған қарап бір жыр арнасақ болатын еді. Қазір сіздерге сол шер деген өлеңді оқып берейін. Тамаша. Семейім сенейін мен ертеңіне, көз тастап мүңгеменің желкеніне, жарасап жүрегіме зұлмат жылдар өткен күн, өзегіңді өртеді ме, пайда боп, бұзық тауып қызық халық, тіпті бір-бірімізді біз ұқпадық, бақыттан бас айналып жасару жүр, алтыншы саусағына жүзік тағып, біреу жүр аймен дос боп алыстағы, бір атам дұға өзіне бағыштады, екі жас кеше ғана екі басты ұлдарын қара жерге табыстады, Семейім қанап сені бақтапты ма, көрдің сен аптапты да сатпақты да, қанменен бәлкім зармен жазылды екен кімдердің дәптеріне қаптап күні, Абайдың жырын жүрген жаттап алып, қайғырды жұртым қабір жаққа барып, оталған жүректердің санарманы сол күйі өшті қалды отқа оралып, бәйгеден соңғы келіп арғымағың, тыңдадың ауру жұрттың сандырағың, қасқырдай ұлыларды туған мекен олған қасқырдай боп зар жыладың, Семейім көтеренді сені кесеңді, десем де жанарыңнан көрем шерді, гүліңді жұлғандарға қарғыс айтып, мұңды арқалайын менен соңға. Ой, қандай тамаша туынды, рухты туынды, зұлмат жылдардың тарихынан сыр шерткендей болды. Енді осы мақсатта қаламыңыз шыртала берсін, жаңа туындылар көбейе берсін дегіміз келеді. Енді өзіңізге тағы да бір сауалымыз бар. Енді Аягөз дүлдүлдер мекені, тарихы тұнған, шежірелі мекен, бұл жерден дарындылар шығатын сөзсіз. Енді бұл топырақтың сіздің талантыңызға себепкер болғаны рас қой? Әрине, дәл солай. Бұл былай болды ғой, бағана Алматыға барған кезде қай жақтансың, Аягөзден деген кезде бірден өлең жазасың ба деп сұрақ қойды. Себебі ол жақтан көп шығып жатқан ақындарды естиді ғой. Енді мен өлең жазам ба, оны ойланып көрейін деп үйге хабарласқан кезде, негізі сенің атаң мынандай еді деген кезде, ағылшындарда айтады ғой, false motivation дейді. Бір керемет бір мотивацияны беріп жіберген кезде, бір өте әдемі бір рух алдым десем де болды. Одан әрі мен бұл іспен бекер айналысып келе жатқан жоқпын. Бұл мен бұрында аталарымыз айналысып кеткен екен деген бір пайда болды осындай. Әркім жалпы орта адамды тәрбиелейді, өсіреді деп жатырмыз ғой. Бүгінгі сіздердің орталарыңыз сіздердің дамуларыңызға қаншалықты өз серпілісін беруде? Хакім Абайдың мынадай бір сөзі бар ғой. Кім жаман болса, соның замандасының бәрі виноват дейді. Демек, сен ортаны өзің қалыптастырмайсың, саған байланысты орта қалыптасады. Ол жайлы Қайрат Жолдыбайұлының Кемел адам кітабында айтады, сен қазіргі ортаңнан қалай құтылып кете аласың, ол бәрі сенің өзіңе байланысты. Демек, сен өзің жақсы жаққа өзгерсең, сен де жақсы бола бастайсың дейді. Бірақ бүгінгі менің ортама келетін болсақ, менің жанымда да менімен бірдей дарынды жігіттер, дарынды қыздар бар, және мен бұл ортамен тыныш жүре алмаймын деп емес, бұрынғы өзімнің араласқан адамдарды осы ортаға алып келуге болмаса, басқа жақтағы адамдарға талпынып жетуге, жалпы ортаны әрі кез өзгертіп, сол ортамен бірге дамуға осылай әрекет жасап жатырмыз. Тамаша. Сіздің шығармашылығыңыздан жауһар жырды көпке таныстырсақ, өзіңізге қолқа салсақ деген ниетіміз бар. Интернатта оқып жүрген кезде сол жақтағы өлеңдерім өзіме қатты ыстық. Анашыма қарап жүр деген ағама жазған бір өлең бар. Енді бұны бір жазып сақтап қойған жоқпын, тек ағама WhatsApp желісі арқылы жіберген екенмін. Сол жерден қазір мұрағат ретінде қалып қалған, сол жақтан оқып берейін. Анашыма қарап жүріп, тайғұлындай тебісіп біз өскенбіз, көп мекенге бірге еріп көшкенбіз, еліктеп бір ойын қуған шағымда менсіз аға бір оқуға кеткенсіз, осылайша бір жағамда сөгілді, тіреу қылып қойғаннан соң өзіңді, сені алып бара жатқан қалаға оқу деген бір жалмауыз көрінді, қимастық мол қоңыр қара көзімде, келем дедің ақырғылау сөзіңде, тағай тебең жылай бермей күліп жүр бауырым қош, мамаларға қарап жүр, сол сөздерің ер жеткізді болып жарғы,
ұнатушы ем қағазға хат жазғанды, ұнатпаймын еске алсам сол сәтті сен қайтатын, және ескі вокзалда ұмыт болып күндер кетті алдыға, келуіңе азақ қалды ауылға, бауырыңда жағаңсап жүргенде бағы жанып кетіп қалды оқуға, болашақтан өткеніме қайтайын, хабарласып жүрмін енді күн сайын, жылдар бұрын маған айтқан сөзіңді енді аға өзіңе де айтайын, әр күніңді жақсылыққа балап жүр, әкемді де нақ алтынға санап жүр, назар беріп үй жайыңа зер салып, мен жеткенше анашыма қарап жүр. Ой, қандай тамаша туынды, иә? Ағасының бауырына деген ыстық махаббаты, аманаты жеткізілгендей болды. Енді әрбір ақынның жүрегінен шыққан туындысы оның баласындай ыстық көрінеді. Әркімге ұсынғанда да бір белгілі бір дәрежеде, көпке ұсынғанда да өзіндік құрметі, сыйы жататын анық. Енді өзіңізге тағы да бір сауалымыз бар. Жалпы енді ақындық ортада әрқашан жаңағы шығармашылық өлкесінде белгілі бір тұлғалар әсер ететіні анық. Шығармашылық бағытта дамуына өзіндік серпіліс беретіні анық. Енді өзіңізден білсек, жалпы қай ақындардың шығармашылығын оқығанды ұнатасыз, жүрегіңізге жақын болып келеді? Оқығанды жақсы көретін де бар, және дәріс алатын деп жекелей бөлсек болады. Дәріс алып оқитын бұрынғы сөздер жаңғыртып, мысалы Абайдың қолданылған сөздер бүгінгі ақындардың тармақтарында кездеспеуі мүмкін. Мен соларды алып келсем, бір жаңа стиль алып келгендей болам деп өзім ойлаймын да, бұрынғы қайтадан Абайға, Шәкәрімге барып бір оқуға тырысам, және бүгінгі мен жекелей бір менің идеалым дейтін ақын жоқ, себебі ақын біреуге еліктісе не өзін құртып алады деген сияқты болады да. Сондықтан мен жәнегі айтып кеткен өз қатарымен бірге соларды идеал қылып, бірімізді идеал қылып, бір солай дамып жатырмыз. Тамаша. Жалпы айтады ғой, шығармашылықта үлкен қолдау маңызды деп. Өзіңізден білсек, жақындарыңыздың қолдауы, сізге деген сенімі қаншалықты дамуыңызға септігін тигізеді? Қаншалықты сіздің өсуіңізге, жетілуіңізге өз септігін тигізіп жатады? Жақындардың қолдауы әрқашан үздік және мықты болып тұрады ғой. Бүгін мысалы осы бағдарламаға келгенде де қанша тақым құс отқан жандар бар. Демек, бұның өзі үлкен бір сипатты белдіреді. Сонымен қатар енді бұл ақындық жолда біреудің демеуі деген қатты өте мықты, керек дүние ғой. Сондықтан кейде әлеуметтік желіге жариялаған кездерде өлеңдерді адамдардың ықпалымен, адамдардың ыстық ықыласы бірден білдіреді. Демек, бұның өзі енді бір керемет орден тағатындай бір маған қошемет керек емес, сонда да біреудің жәнегі лүпілінің өзі керемет шабыт сыйлайды десем болады. Тамаша. Олай болса, осы туындыны көпшілікке таныстырсақ, енді әрқашан жақындарыңыздың қолдауы маңызды ғой. Енді осы бағытта шығармашылық өлкесінде сіздің жаңа ізденістеріңізге, өзінің ойын білдіретін, қолдау білдіретін жандарға тамаша бір шығармашылығыңыздан туындыны тартып етсек. Жақсы. Бүгінгі жалпы Отбасы хрестоматиясы деген баспа бар, сол жақта жаңа кітаптардың бет бейнесін таныстырып жатыр. Мысалы Бейсен және Болмыс және Өзбек әлі. Неге? Өйткені қоғамдағы ерлердің сапасын арттыру мақсатында. Қазір біз бір жаққа барған кезде де жігіттердің арт жаққа қарай ығысып қалатынын, сондай дүниелерді көп көріп жатамыз. Соған орай Хакім Абайға еліктеп, жігіттер ойын арзан күлкі қымбат деп өзінің нұсқамда бір өлең жазған болатын. Жігіттер ойын арзан күлкі қымбат. Еңсені көтерейін мен бекіне, айтайын теңіздейін тербетіле. Жігіттер біз боламыз ұлттың нағыз келбетін танытатын жер бетіне. Айтсақ ұзын сөзді неше құлаш, бабалары батыр болған кешегі рас. Ой түзеп ел күзетіп жүрейік біз, бой түзеп бізге қарап өседі жас. Арзанға құмартпайық, құнықпайық, табайық ұлы жолда жүріп байып. Ерді ер немесе жер қылатында адалдық пен адамдық ұмытпайық. Ұлымыз өз ерекше, бірақ ұлттың үндеу қып өздеріңе жырағыттым. Сымбаты арзан затқа тәуелдемес қымбаты біз болайық мына жұрттың достарым. Жамау көрсең жыртығын жап, білсеңіз дүниенің сырты жұмбақ. Үмітті ел артуда сол үмітін, жігіттер ойын арзан күлкі қымбат. Ой, қандай тамаша, ойын арзан, арасында күлкі қымбат дейді. Арасында да бүгінде енді адамның адами болмысы ол адамгершілігімен байланысып жатады. Енді өзіңізден білсек, адамның қандай қасиетін ерекше бағалайсыз? Адамның ең басты қасиеттерінің бірі ол тәрбиесінде жатыр да. Тәрбиеде оның қаншалықты құндылықты сіңіргені, атасы мен әжесінен санамақ пен ертегіні қаншалықты меңгергені, бұның бәрі адамгершілік бойдағы бір болмыстың бір керемет сипат деп ойлаймын. Болмыстың өзі жалпы экзистенциялық түрде қараған кезде қайсарлық рух әртүрлі түрде кете береді. Және ең бастысы оның ең алғашқы алған тәрбиесінде және Гезеннің айтатын бір сөзі бар.
кімді қандай деңгейге дейін қарай аласың, оның ең шарықтау шегіне дейін қара, сен адамды сол бейнеде таны дейді. Демек, оның дамитын дүниесі, оның ең басты қайсарлық деп ойлаймын, сынып кетпейтін рухы, адамгершілікті ең басты танытатын осы деп ойлаймын. Тамаша. Енді Әли, өзіңізге шығармашылық бағытта әрқашан ізденістер тілейміз. Алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін. Әрқашан осы ақындық өлкеде, ақындық өнерде жазар туындыларыңыз көп болсын, оқырман жүрегінен орын ала берсін. Енді алдағы бастамаларыңызға, игі істеріңізге тек сәттілік, табыс, береке тілейміз. Қымбатты көрермен, осымен ақындар антологиясы аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ел назары бізде болсын.